Ассалаумағалейкум қадірлі Казспорт телеарнасының патша көңілді көрермендері, сіздердің назарларыңызда көкпардан тұңғыш рет елордамыздың төріндегі Қазанат атшабарында өткен бірінші әлем чемпионаты. Бұл көкпар бұрынғы көкпардан әрине өзгерек. Сондықтан дәл қазір Казспорт телеарнасының эфирінде өздеріңізбен қауышып отырғанымызға шын жүректен қуаныштымыз. Бүгін ауа райы өте тамаша болды, 25 градус жылы. Жалпы жел де жоқ, көкпар ойнауға нағыз күн болып тұрды десек артық емес. Сонымен Экспо 2017 халықаралық мамандандырылған көрмесі аясында ұйымдастырылған көкпардан тұңғыш әлем чемпионаты бұл қазақ елінің, қазақтың ұлттық спортының жеңісі, әрбір қазақтың жеңісі десек шатаспаймыз. Сонымен біз бүгін сіздерге Ресей Федерациясы мен Мажарстан Республикасының құрама көкпар командаларының арасындағы тартысты кездесуді ұсынамыз. Одан бөлекте арнамыздан алыстамаңыздар. Қазақстан Ауғанстанмен ойнайды. Сондай-ақ Монғолия мен Қырғыз Республикасының арасындағы кездесуді тамашалайтын боласыздар. Бүгінгі ойынға төрешілік ететін төрешілер ортада, Ақылбай Манкеев ортадағы төреші және оның қапталдағы төрешілері. Ресей Федерациясының әнұранын тыңдадыңыздар. Енді Мажарстан Республикасының әнұранына кезек береміз.
Мажарстаннан келген мадияр бауырларыңызға Мажарстанның әнұраны дәл қазір сіздердің назарларыңызда болды. Сонымен қос мемлекеттің әнұрандары шырқалды. Халықаралық жарыстарға тән, яғни әлем чемпионатына лайықты дүние екені белгілі. Енді екі команданың әлеуеті туралы айту қиын. Мажарстанда қазір таңда көкпар бар дегенмен де деңгейі төмендеу. Сонымен дәл қазір Ресей Федерациясының құрама командасының тізімі сіздердің алдарыңызда. Сонда да айтып өтейік. Бірінші нөмірде Жантілеу Ахметов ойнайды. Екінші нөмірде Мерген Адышев. Ары қарай реттік нөмірлермен айта береміз. Үшінші нөмірде Сумер Самоев. Төртінші нөмірде Азамат Бақытов. Бесінші нөмірде Ерсін Жүйебаев. Алтыншы нөмірде Ирбис Яманов. Жетінші нөмірде Макаров Александр, 8-ші нөмірде Амат Могулчин, 9-ші нөмірде Жандос Окашев, 10-ші нөмірде Лұқпан Окашев, 11-ші нөмірде Ерғайрат Самашев, 12-ші нөмірде Ринат Сихуатов. Ал Досқабыл Окашев Ресей Федерациясының жаттықтырушысы. Ал Мажарстан, яғни Венгрияның құрама командасы мұна тізімде өнер көрсетеді. Жаңағына сіздердің алдарыңызда болды. Бірінші нөмірде Габор Киз, екінші нөмірде Истван Фаваго, үшінші нөмірде Серов Андрас, төртінші нөмірде Золтан Забо, бесінші нөмірде Валентин Лакатос, алтыншы нөмірде Герго Вас, жетінші нөмірде Фаркас Чемез, сегізінші нөмірде Балас Ори, тоғызыншы нөмірде Венче Истбан, оныншы нөмірде Серв Анбраус. Міне, осы тізімде Мажарстан құрама командасы өнер көрсететін болады. Дәл қазір ортадағы төреші Ақылбай Манкеевтің ысқырығынан кейін ойында басталады. Кіші шеңберде Серке жатыр. Серке деген атауы негізінен бұл ойында барлығына түсінікті болу үшін айтайық, муляжбен ойналады, яғни арнайы Серкенің баламасы жасалған әртүрлі материалдардан. Мінекей ортадағы төреші, халықаралық дәрежедегі төреші Ақылбай Манкеевтің ысқырығынан ойын басталды. Ресей және Мажарстан. Ақылбай Манкеевтің өзі көкпаршы, жаппайда ат шыққан, сондай командалық ойында құлагер көкпар командасының сапында нөмір 1-ші ойыншы болып өнер көрсеткен. Нағыз булиттің шебері десек, қазандықтың ойыны кезіндегі осы Ақылбай Манкеевті бірден бір айта кеткеніміз жөн болады. Сонымен қадірлі телекөрермендер, бүгін сіздерге біздің тағы бір жаңалығымыз бар. Ұлттық спорттың төңірегінде жаңалық өте көп. Осының алдында ғана жамбатудан халықаралық жарыс өтті, аударыспақтан халықаралық турнир болды. Міне енді көкпардан әлем чемпионаты сіздердің назарларыңызда. Бұны біз айтудан жалықпаймыз. Бұл біздің мемлекеттің, қазақ халқының жетістігі десек шатаспаймыз. Өйткені бұл көкпар әлемнің 30-дан астам халқында бар, халықтық ойын көшпенділердің барлығына тән. Қырғыз қазақта көкпардың өте қатты дамыған жақсы білесіздер. Десек те қазақ халқы тұңғыш рет осы көкпардан әлем чемпионатын ұйымдастырып отыр. Сонымен тағы бір жаңалығымыз айта кететін құрметті көрермен, бүгін өздеріңізге біз орыс тілді комментатормен бірге жұмыс істейтін боламыз. Өйткені ұлттық спорттың ауқымы кеңейіп келе жатыр. Солтүстік облыстарда тек Қазақстанның өңірінде ғана емес, шет мемлекеттерде Казспортты онлайн режимде дәл қазір тамашалап отырған көрермендеріміз өте көп. Сондықтан сондағы ағайындарды да оның үстіне біз көп ұлтты мемлекетпіз. Әріптесім Аян Төлеген дәл қазір сөзге қосылатын болады. Ал өздеріңізбен бірге тамашалайтын қазақ тілді комментаторларыңыз мен Қайырхан Мәулен. Рахмет, Қайырхан. Добрый день, уважаемые телезрители, любители спорта. Как вы уже догадались, в эфире телеканала Казспорт мы наблюдаем за национальной игрой Кокпар. Наверное, многие из телезрителей, будем на это надеяться, так же, как и я, впервые сегодня я комментирую на русском языке. Впервые этот вид спорта комментируется в Казахстане. Это тоже по-своему исторический успех для нашего телеканала. Ну а то, что не секрет, в рамках проведения Экспо 2017, этой всемирной выставки, очень много гостей приехали к нам из стран ближнего, дальнего зарубежья. И, конечно же, им тоже будет интересно посмотреть, поболеть, возможно, влюбиться в нашу национальную игру, наше национальное
наследие, которое досталось нам от предков. Так вот, первый чемпионат мира, как уже сказал мой коллега Каирхан, первый чемпионат мира в истории этого вида спорта проводится именно в нашей стране, в столице Казахстана, на ипподроме Казанат. И вы уже заметили, как разгоряченные, несмотря на всего эти 3 минуты, прошли сначала стартового свистка судьи этого матча Халбая Манкеева. Матч между Россией и Венгрией. И уже получили предупреждение российские игроки. Азамат Бакытов, видите вы. 2 минуты. Ну, вкратце о правилах этого вида спорта. На самом деле, очень многие подчеркивают жесткость этого вида спорта. Но, как говорят сами представители Кокпара, на самом деле это не жестокая игра, наверное, все-таки правила жесткие. Ну и как, в принципе, в любом виде спорта, вы знаете, что в эфире нашего телеканала проходит очень много разных видов единоборств. И те же бои без правил, бокс, я бы не сказал, что они где-то жестче, чем эта игра. На самом деле, просто есть жесткие правила, которые нужно соблюдать. Если их соблюдать, то никаких травм, никаких повреждений ни для человека, всадника, ни для коня не будет. Самое главное — соблюдать правила. Видите вы, как сейчас российский всадник несется с тушей. Ну и забивает он первый гол. Ворота... Нет, кстати, да, сейчас продолжают они играть, потому что не зафиксировался он в центре круга. Видно, что на лету попытался он забросить. Вы, конечно же, видите, как видоизменились за последнее время правила в Кокпаре. Ну, не будем, конечно же, скрывать, что тенденции мирового спорта, они идут в сторону смягчения правил. Ну и чтобы не было много травм. Да, видели бы эти европейские эксперты, что творилось, что было на самом деле в нашей казахской степи, когда эта игра возрождалась. Многие знатоки, конечно же, знают происхождение Кокпара. Одна из самых хороших, одна из самых верных версий, вот нам лично с Каирханом она очень сильно нравится. Это то, что Кокпар как появился, в принципе, в свое время. Вы знаете, что казахи были очень воинственным народом, и во время вот многочисленных войн, набегов со стороны соседей, и тогда приходилось сражаться очень часто, и выносили буквально с гуще поединка, с поля баталии своего предводителя Батыры. Тогда нужно было это делать очень быстро, потому что для нашего народа такие вещи имеют очень большое значение. И для того, чтобы вынести своего друга, брата из поля брани, нужно было иметь недюжинную силу. Ну и, конечно же, в войнах играла большую роль сноровка, сила, ловкость джигита. И даже во время перемирия, во время затишья никогда не оставляли эту игру без внимания. И сегодня, как вы видите, перетекло это в такой вот национальный вид спорта Кокпар, который мы можем наблюдать в эфире нашего телеканала. Ну, в самом деле, Каирхан очень давно уже вместе со своим коллегой Нурсултаном Кудайбергеновым очень долго комментируют, можно сказать, стояли они у истоков зарождения телевизионной версии Кокпара. И изменились ли правила за последние годы? Насколько сильно они изменились? Это, наверное, будет очень интересно послушать зрителям нашего телеканала. Для тех, кто, может быть, впервые присоединился к нашей трансляции, впервые видит эту интересную, захватывающую игру. Әрине, Аян, Көкпардың ережесі өзгерді. Қазір мына шабуылды тамашалап алайық, одан кейін әрі қарай әңгімемізді жалғастыра жатармыз. Жалпы бұрын, құрметті телекөрермендер, өздеріңіз жақсы білесіздер, қазандықта ойналғанын. Ол қазандық кішкене атқа да, адамға да қауіптірек болуына байланысты. Одан қала берді, осы әлем чемпионатын өткізу барысындағы көп мемлекеттердің сұранысы бойынша бастысы қазақтың дәстүріне қайта келу. Бұрын біздің бабаларымыз өз ауылына қарай тартқан, өзінің шапанына қарай тартқан деген мақсатта қазандық Көкпардан алынып тасталды да есесіне мәре қойылды. Әрине, бұл бәсекеге
қазақ қырғызды айтпағанда басқа өзге еліңізде тамашалап отырсыздар. Бұл бүгінгі бәсекенің барысындағы 3-ші жекпе-жек. Өте тартысты басталды ойын. Өйткені бұған дейін 2 рет төрешінің ескерту көк қағазын алып, екі команданың да ойыншылары, атап айтқанда Говор Кис және Амат Могулшиндер, жоқ, кешіріңіз, Азамат Бақытов, осы екі спортшы 2 минуттан қаранарға отырып алып, ережені бұзған үшін. Демек, екі команданың да жеңіске дейтін ұмтылысы жаман емес. Қазір таңда көкпарды қазақ даласында бұрын соңды көрмеген жігіттер үшін мұндай деңгейде өнер көрсету бұл үлкен жетістік. Демек, осы чемпионатқа өте қатты қызу дайындықпен келгендері көрініп ақ тұр. Бірінші кезеңнің бел ортасына таяп қалдық. Әзірге ешқандай да есеп ашылған жоқ. Жалпы Мажарстанда осы халықтық спорттың, біздің еліміздегі ұлттық спорттың бірі жамбы атумен мадияр ағайындардың өте көп айналысатыны және өте шебер екенін біз білеміз. Оған дау жоқ десек те, көкпардан осындай деңгейде өнер көрсетеді деген көп адамның ойына келмеген дүние екені жасырын емес. Көкпар ережесіне сәйкес 1 минуттың ішінде серке жерден көтерілмесе, онда төреші ойынды тоқтатуға тиіс және ортада жекпе-жек сайысы болады. Бұл жекпе-жек сайысы осы ойын барысындағы 4-ші жекпе-жек екенін айта кетейік, құрметті көрермен. Әзірге Ресейдің де, Мажарстанның да қоржындары бос, екеуі де ешқандай салым салған жоқ. Қапталда 3 төреші бар, 3 төреші де көкпар алаңының сыртына шығып кеткенін бақылайды және ереженің бұзылмауын қадағалап жүретін төрешілер екен түсінікті. Және тағы бір айта кететін дүние, құрметті көрермен, дәл осы ойындарға төрелік жасайтын Ақылбай Манкеев, Жан Саев, Нұрдәулет Момынов сияқты төрешілердің баршасы да халықаралық дәрежедегі төрешілер, ал бас төреші ұлттық спорт түрлері қауымдастығының вице-президенті Ерлен Оспанов. Міне қазір сіздердің назарларыңызда Мажарстан елінің өкілі және жаттықтырушысы Серф Анбраусты көріп отырмыз. Амат Могулшин мен Фаркас Чемездің арасындағы жекпе-жек, бұл бәсеке барысындағы 4-ші жекпе-жек екенін атап өттік. Жалпы әлем чемпионатында, құрметті көрермен, 11 мемлекеттен қазір спортшылар қатынасуда. Негізінен осыдан 1,5 ай бұрын арнайы жеребе тарту рәсімі өтті. Кімнің қай топта өнер көрсететіні белгілі болды. Ол кезде 12 мемлекеттен тапсырыс түскен болатын. Алайда белгілі бір себептерге байланысты Әзербайжан құрамасы өкінішке қарай осы көкпардан өткен әлем чемпионатына келе алған жоқ. Уақыттан кешіккеннен кейін бүгін алғашқы ойындары Қытай Халық Республикасымен өтуге тиісті болатын. Уақыттан кешіккеннен кейін төрешілер алқасы ол команданы, яғни Әзербайжан құрамасын жарыстан шығаруға бекінді. Ал сондай-ақ тиісінше Қытай Халық Республикасының құрама көкпар командасы өз тобында келесі айналымға өтті. Қазір 8-ші нөмірдегі Амат Могулшиннің шабуылына куә болып отырмыз. Тіпті серкені тақымға баспай, алдына өңгеріп алып шығып тұр. Дәл мәренің үстінде және бұл салым. Өте тамаша. Алғашқы есеп 13-ші минутта ашылды. Амат Могулшин. Бұл спортшы, құрметті көрермен, Ресей Федерациясының Алтай Республикасындағы көкпаршылардың бірі. Жалпы Ресейдің Алтай аймағында қазақ қандастарымыздың өте көп мекен ететінін жақсы білесіздер, және ұлттық спорттың қай түрі болмасын, бұл өңірде өте жақсы сақталғанның айғағын біз осы ойыннан көріп отырмыз. Есеп ашылды. 1-0. Ресей Федерациясы алға шықты осылайша. Да, вы сами были свидетелями, как российский игрок Алмат Могулшин под 6-м номером сумел, 13-м номером, 8-м номером, прошу прощения, видели вы и повторы, Рахмет за это нашим режиссером трансляции, как он сумел забить гол на 13-й минуте своим соперникам из Венгрии. Ну, уже рассказал о ряде видоизменений в правилах этого вида спорта Каирхан. Что касается нынешнего первого в истории не только Казахстана, но и всего мирового кукпара
чемпионата мира. Всего должны были участвовать 12 стран, которые до этого проходили квалификации. Но, как вы поняли, всего 11 стран будет на ипподроме Казанат сражаться за звание сильнейших. Сразу стоит отметить, что сборная Казахстана, являясь хозяевами турнира, ну и не только по этой причине, являются фаворитами чемпионата мира, потому что за последние годы уже очень много раз становились они победителями, призерами многих международных турниров. Так вот, о изменении правил, как уже говорил мой коллега, вместо казана, которые, ну, два казана раньше стояли, вы знаете, по краям поля, которые длиной 200 метров. Так вот, стояли раньше два казана, но сейчас Ассоциация национальных видов спорта, наша родная ассоциация, сделала большой шаг вперед в развитии, и они убрали эти казаны, казандыки, и сейчас на их месте находится море. Море — это, как в переводе, можно, если вольно перевести, это как ворота. Ну, в принципе, как и в любом игровом виде спорта, существуют ворота, существует зона нападения, защиты. И так вот, здесь есть также еще помимо этого круга, сложнее на самом деле закинуть тушу козла Серке в этот круг, потому что вы видели, что и не раз, и не два пытались российские всадники, кокпаристы, попасть, но попадает он и сразу вылетает. Это на самом деле сложнее, чем попасть в полутораметровое сооружение. Вот сейчас снова видите вы, как россияне бегут, скачут, точнее, в сторону своего море. И второй гол в ворота, так можно будет, наверное, назвать эту ситуацию. И забивает Жандос Окашев, член сборной России по кокпару. Ну, не будем удивляться мы именам и фамилиям российской сборной. Очень родных, очень до боли знакомых нам имен и фамилий. На самом деле очень много казахов живут в России. И, конечно же, большая часть из них не забывает о национальных традициях. И играют они в своих родных селах, городах в эту увлекательную национальную игру. Зов крови, как здесь не скажи, на самом деле играет большую роль. Поздравляем сборную России со вторым голом в свою пользу. Ну а что-то венгерские всадники, кокпаристы потеряли немного они свою жесткость, свой настрой. Вот показывают нам крупным планом сам Серке. Ну, туша козла. На самом деле, вы также знаете, что в свое время, ну, до последнего времени использовалась настоящая туша козла. Почему именно козла? Потому что, ну, игра называлась в русской транскрипции, как вот козлодрание, да, называли ее. Почему именно туша козла? Потому что именно жесткая шерсть этого животного играли вот ту самую необходимую роль, потому что буквально разрывали на части. Взять тушу барана, ее могли разорвать на части уже на первых минутах поединка, матча. Ну а сейчас в противовес всем мнениям, которые приходят к нам из других стран, из Фонда защиты животных, конечно же, нужно идти навстречу цивилизованному миру, и наши функционеры вот такой вот ход придумали. Очень долго шли споры, на самом деле, как это сделать, какой муляж придумать. Ну вот нынешний муляж, он состоит из жестких тканей, там есть и силикон, и железо, частицы железа, поэтому не так-то легко разодрать. Прошел этот муляж большие испытания, и поэтому сейчас на чемпионате мира показывает нам венгерских тренеров, тренерский штаб, так можно будет назвать. Конечно же, недовольны они положением дел. 17,5 минут уже позади. Конец первого периода. И такой вот счет 0-2. Не самую хорошую службу играет. Ну и пока есть пауза, еще несколько слов о самой игре. Кажется, только кажется на самом деле. Да, и не буду скрывать, мне тоже казалось, что кокпар — это такая вот простая игра, где нужно просто взять тушу козла и со всех ног на своем коне нестись в ворота соперников. На самом деле это не так. Кокпар требует тонкой, продуманной тактики. Если вы будете смотреть с начала до конца нашу трансляцию, вы, конечно же, сможете разобраться уже, тем более такой авторитетный и уже давно известный в этом виде спорта комментатор Кайырхан может объяснять вам по ходу правила игры. Так вот, кокпар требует тонкой продуманной тактики. На самом деле вы видите, что здесь
наше казахское все, наше национальное все. Единство тулпара и всадника – это одно из условий победы, потому что без коня всадник ничего не сможет сделать. Это наша традиция не только в кокпаре на самом деле. Ну и что, если говорить о самих лошадях, то здесь как бы специальной породы нету для кокпара. Самое главное — это массивность, резвость, ну и ум коня. Вы знаете, что конь — это умное животное, ну а в кокпаре это животное должно само угадывать действия хозяев, тем более на тренировках, на других соревнованиях. Они, конечно же, знают правила, приучены, как бы это ни звучало. Но вот сейчас попытались россияне снова забить в свои ворота, в свою пользу, забить гол, но вы видите, что сложнее на самом деле попасть муляжом в этот этот круг. Ну и в итоге добиваются они своего. Счет становится уже разгромным. 3-0. Автором третьего гола считается Жанталеу Ахметов под первым номером. Сейчас он несется во всю прыть на этом вот красавце скакуне. Құрметті көрермен, жалпы 2 тайм көкпарда ойналады және әрбір кезеңге берілетін уақыт 20 минут. Бұны айтып отқан себебім, бәсекенің аяқталуына небір 10 секунд қана уақыт қалды. Демек, бірінші кезең 3-0 есебімен аяқталды деген сөз. Қазір міне қайталап көрінісінде байқап отырсыздар. Ресей көкпар құрамасының қандай тәжірибелі көкпаршылар екенін. Расменде Мажарстандық құрамаға қарағанда Ресейдің жігіттері арасында да ептілікті өте жақсы көрсетуде. Және 3 салымды бір кезеңде салып үлгерді. Бұл үлкен жетістік, құрметті көрермен. Сонымен есеп 3-0. Ресей Федерациясының құрама көкпар командасы алда. Енді бірінші кезеңнен кейінгі үзілісте міне қайталап көріністен қазір өздеріңізде тамашалайтын боласыздар. Одан кейін біз ізін суытпай бірден екінші кезеңге қадам басатын боламыз. 3-0 есебімен алғашқы 20 минуттықты Ресей Федерациясының құрама көкпар командасы аяқтап отыр. Бұл үлкен жетістік деп атап өттік. Өйткені қанша дегенменде бір таймда 1-20 минуттың ішінде 3 салым салу күнде көкпар тартып жүрмеген команда үшін бұл әрине керемет нәтиже. Сонымен бұл жерде сіздер ойыншының қандай тәжірибелі екенін көрдіңіздер. Тізгінді қалай тарту керек, қай кезде атты тоқтата білу керек, және аттың екпінін, серкенің жылдамдығын, оның салмағын, қалай ұшатынын барлығын өлшеп үлгеруге тиісті. Сонымен арнамызға енді ғана қосылған көрермендер болса айта кетейік, бұл көкпардан тұңғыш рет ұйымдастырылған әлем чемпионаты. 11 мемлекеттен қатысып жатқан командалардың арасынан біз алғаш болып Ресей Федерациясы мен Мажарстан Республикасының арасындағы кездесуді назарларыңызға ұсынып отырмыз. Міне кішеңберге тасталған серкеге талас басталып кетті. Бірінші кезеңнің қорытындысы бойынша 3-0 есебімен Ресей Федерациясының құрама көкпар командасы алға шыққан болатын. Құрметті телегөрермендер, біз әріптесіміз екеуміз өздеріңізге көкпардың ережесін қайтадан түсіндіріп кеткендей болдық. Және қазандықтың алып тасталғаны, әрбір команда өзінің мәресіне қарай шабуы бұл көкпардағы үлкен бір жаңалықтардың бірі десек артық айтпаймыз. Сонымен қоса көкпардың қазір көлемі де өзгерді. Бұрын 200 метр ұзындығы ені 100 метр болатын болса, қазір ені 80 метрге қысқартты, есесіне ұзындығы 220 метрге ұзарды. Ондағы себеп өйткені қазір жерге ойналғаннан кейін бұл нағыз ұшқыр аттардың, жылдам тұлпарлардың, жүйрік қылғүйрік сәйгүліктердің ойыны болды. Және бұл жерде аттың басының қайтымы өте мықты болуға тиісті. Қай жаққа бұрса, оңға, солға бұрса, солға, тоқтатса, тоқтап. Көкпар алаңның сыртына шығып кетпейтін сәйгүліктер ғана дәл осы көкпарда қазір таңда өте жылдам ойын өрнегін көрсете алады. Сондықтан салымның саны да өте көп болуға тиісті.
Ортадағы төреші Ақылбай Манкеев жекпе-жекті бастауға пәрмен етті. Қазір Серке ойын алаңның сыртына шыққан жоқ, дегенмен 1 минуттың ішінде шеңберден көтерілмеген себепті 8-ші нөмірдегі Ресей құрамасының ойыншысы Амат Мугулшин мен 6-ші нөмірдегі Мажарстан көкпар құрамасының ойыншысы Габор Герговастың арасындағы жекпе-жекті көрдіңіздер, және Ресей құрамасының палуаны жекпе-жекте жеңіске жетіп отыр. Сонымен 23-ші минуты дәл қазір бәсекенің өтуде. Бұл екінші кезең, бұл әдемі шабуыл және салымға ұласуы мүмкін. Дәл мәренің үстінде тастауға үлгере алмай қалғанын көрдіңіздер Амат Мугулшиннің. Десекте әлде кеш емес, қазір қайтадан Серкені көтеріп, дәл қазандықтың қақ ортасына тастауға болады. Ат тұяғының астына жаншылып қалған Серкені қос аяқтың арасынан жұлып алғанын көрдіңіздер. Не деген бұла күш, ерден ауып бара жатса да қайтадан орнына кеп 6-ші нөмірдегі ойыншы Ирбис Яманов тамаша шеберлікті көрсетіп жатыр. Сонымен дәл қазір Ресей көкпар құрама командасының мәресіндегі шабуыл әрі қарай жалғасуда. Серке 10-ші нөмірдегі Лұқман Окашевтың тақымында. Лұқман Окашев міне жеке дара шыққан сәті, және бұл салым ардақты ағайын. Өте тамаша, қайталап көріністен көретін боламыз. Лұқман Окашев 10-ші нөмірдегі Ресей Федерациясының ойыншысы. Қазір сіздердің назарларыңызға ұсынатын болады. Ол пасты шығарып берген 4-ші нөмірдегі Азамат Бақтовты қазір ғана сіздердің назарларыңызға ұсынған еді. Міне салымның авторы, жай ғана салым емес, 4-ші салымның авторы. Ойынның 24-ші минутында есепті 4-0-ге жеткізіп отыр. Осылайша Ресей Федерациясының Алтай Республикасынан келген азаматтар оқ бойы озып шығып кетті. Лұқман Окашев міне сіздердің назарларыңызда. Қанша айтсақ та есімі жалықтырмайтын палуандардың бірі, өйткені көкпардың арасынан қалың додадан сытылып шығып, аттың тізгініне қадағалай отырып, салымды болу ол екінің бірінің қолынан келе бермейтін шаруа екені көрген көзге түсінікті деп ойлаймыз. Және қандай комбинациямен өтті қараңыздар. Қалың доданың арасын жарып шығу деген осы болса керек. Бұл жерде аттың күштілігі де, жігіттің ептілігі де сыналатын дүние. Нағыз қайратты көкпар, нағыз ердің қайрағы деген осы болса керекті. Бұл жерде расымен де аттан құлау, болмаса қақтығысып қалғандағы сәл ғана ет ауру дейтін дүниенің баршасы да ұмытылады. Қанша қатты ойын болғанымен, бұл бәсекедегі адамдардың алатын жарақаты өте аз. Осы таңғалатын дүние. Басқа спорт түрлерінде бір кездесуде бірнеше адам жарақат алып жататын болса, тіпті тек аяқпен ғана ойналатын футболдың өзінде де бір ойынның барысында кем дегенде 4-5 футболшы жарақат алып жатады. Ал бұл көкпарда мүлдем олай емес. Бір ойыншы 4-5 ойынның нәтижесінде барып жарақат алуы мүмкін. Демек, аттың үстіндегі адамның еңсесі биік болады деген сөз. Аттың үстінде отырған кезде көп нәрсені елемейтініміз түсінікті ғой. Сондықтан нағыз қаны қызу батырлардың ойыны осы көкпар десек артықтық етпейді. Есеп 4-0, Ресей алда. Я бы еще добавил бы, Кайырхан, что сегодня говорят, что хоккей – это игра для настоящих мужчин, но глядя на противостояние этих всадников на лошадях, можно с уверенностью сказать, что именно кокпар – это игра для настоящих мужчин, потому что поднять тушу 30-32 килограммов, которая доходит даже до 35 килограммов, на самом деле нелегкое дело, тем более в таком круговороте событий на поле. Очень дорогого стоит, и нужно очень много тренироваться для этого, очень много сил отдать, чтобы научиться сноровке, научиться вовремя выцепить серке и забить необходимый гол. Поэтому... Аян, нағыз ер азаматтарға арналған ойын көкпар дегеннің тағы бір дәлелін айта кетейік. Хоккей ең ауыр спорт түрлерінің бірі болып саналады. Бірақ әйелдер хоккейі бар.
солай ғой. Футбол, әйелдер футболы бар, бокс, әйелдер боксы бар, күрес, әйелдердің күресі бар. Тағы қандай спортты аламыз? Барлығында әйелдер мен еркектер барлығында. Сейчас есть гендерное равенство. Жалғыз спорт түрі әйелдер ойнай алмайтын ол көкпар. Міне, осының өзі нағыз ер азаматтар ойнайтын спорт түрі дегеннің дәлелі болса керекті. Да, и в самом деле, ну вы сами являетесь свидетелями, уважаемые телезрители, уважаемые друзья. Настолько, даже вот сидя на коне в этой просторной одежде, можно судить, что очень мощные на самом деле игроки. И вот сказал Каирхан, что даже несмотря на жесткость правил, на саму игру, очень мало травм в течение противостояния можно увидеть. Ну, сейчас, да, вы видите, что гол не защитный, потому что по правилам кокпара должна вся туша серьге быть в центре круга, внутри круга. И если хоть какая-то часть будет за пределами, это уже выносится, и играют они продолжают игру в Шенбере. Это круг, который находится ближе всего к море, к воротам. Ну и в любом случае шанс забить увеличивается, потому что вот сейчас вот сами все увидите, показывают нам режиссеры трансляции повтор. Және дәл осындай жағдай орын алған кезде, құрметті көрермен, яғни шеңбердің сызығына тиіп жатқан кезде серке онда сол шеңбердің түбіндегі үлкен шеңберге серке тасталады да, мәренің түбіндегі жалпы командалық тартыс болады. Бұл жерде жекпе-жек жоқ. Барлық команданың өкілдері серкеге ұмтылады, және ойын ережесіне сәйкес 1 минуттың ішінде серке жерден көтерілуге тиісті. Да, и вот даже если кажется, да, что они вот в такой тесноте борются, вот даже сейчас вот они внутри круга пытаются подхватить тушу, муляж, этот муляж, они очень мало соприкасаются, у них есть защитные сапоги, которые защищают их ноги от травм, потому что все равно идет сближение. Есть у них защитная амуниция у спортсменов-кокпаристов, поэтому... Ну и очень правила такие, очень правила жесткие, не позволяют они, допустим, если игрок пытается взять тушу козла, то другие соперники не имеют права его в это время атаковать, потому что это сразу за этим идет предупреждение. Вы знаете, что есть в кокпаре желтая, синяя, красные карточки, штрафные. Прям, в принципе, как и в хоккее, есть штраф на 2 минуты. Ну а удаление для любой команды это уже по-своему очень тяжело и может ознаменоваться голом в сторону соперников. Сонымен екінші кезеңнің бел ортасына жеттік. Есеп 4-0, бірақ дәл қазір есеп ауысуы мүмкін. Өйткені Ресей Федерациясының тағы бір керемет шабуылын көрдіңіздер. Тіпті тақымға баспай, алдына өңгеріп, өз мәресіне қарай жақындады. Жүгеннің арасына оралып қалған серкені ақырын ғана өзінен ыңғайлап қойып алды. Және бұл тамаша шабуыл қалай болар екен? Мажарстанның қорғанысы бұл жерде ештеңеде өзгерте алмады. Және 7-ші нөмірдегі Макаров Александр есепті 5-0-ге жеткізіп отыр. Өте тамаша. Макаров Александр 1988 жылы туған шабандоз, астындағы жирен айғыр. Ресей Федерациясының ойыншысы Макаров Александрға тамаша жағдай жасап бергенін көріп отырсыздар. Очередной гол в ворота Венгрии забивает в свой море российский кокпарист Александр Макаров. Вы видите, как искусно провели они эту атаку. Ну и здесь заключается своя тактика, удобная. Прям буквально выворачивает он. Здесь доли секунды нужны для того, чтобы принять решение, в то время как его коллеги по команде в это время расталкивают соперников. Ну, в этом и заключается тактика этой игры. И сейчас снова игроки у старта. Они должны сказать, что они в сторону малого Шенбера.
малого круга. И уже на стадии подхода к туше козла вы видите, как борются они для того, чтобы именно игроки их команды первыми достигли муляжа. Ну и снова в очередной раз, в принципе, картина не меняется. Снова россияне забивают, да, забивают они очередной гол в ворота соперников из Венгрии. И уже 6-0. Счет становится до неприличия разгромным. Мерген Адышев записывает на свой счет дубль. Поправляет меня здесь Кайрхан. На самом деле дублем отметился Лукбан Мукашев, игрок под номером 10, один из самых ярких на этом турнире, в этом противостоянии. Ну а Мерген Адышев ставит галочку в своей личной копилке на чемпионате мира по көкпару в Астане. Қараңыздаршы, расменде қандай тамаша салым. Жеке дара шығып кетті. Мерген Адышев және аттың жылдамдығын Серкен салмағын өте тамаша есептей алды. Жалпы кәдімгі шын Серкені мұсылманша бауыздап көкпарға қосқан кезде оның салмағы чемпионаттарда 32-35 келінің арасында болуға тиісті болатын. Дәл осы әлем чемпионатына арнайы жасалған Серкенің баламасының салмағы да дәл осылай. Тек Серкеден бір ғана айырмашылығы бар, кішкене қалай айтса болады, секіру көп десек те болады, бір орында қалмайды тастаған кезде, сондықтан соның барлығын есептеуге тиісті. Соны есептеген Мерген Адышев расменде өзінің өте шебер ойыншы екенін дәлелдей алған сияқты. Ойынның 34-ші минуты өтіп жатыр дәл қазір. Қалай өтіп кеткенін де байқамай қалдық тіпті. Өте қызықты, на самом өте деле, игра захватывает, уносит за собой, и даже не оглядываешься на время, а уже полчаса, больше получаса мы смотрим на эту игру. Құрметті көрермен, арнамыздан алыстамаңыздар, өйткені қызық ойындар әлі алда. Бұл чемпионат барысындағы ең мықты командалардың бірі Қазақстан, Қырғызстан және Моңғол Халық Республикасының командалары саналса керекті. Сондықтан алдымызда біз сіздердің назарларыңызға Қазақстан мен Ауғанстан құрама көкпар командаларының арасындағы бәсекені ұсынамыз. Одан кейін Қырғызстан мен Моңғолияның арасындағы бәсекені ұсынамыз. Екеуі де өте тартысты, қызықты өтеді деген сеніміз мол. Сондықтан Қазспорт әрбір шаңырақта қосылып тұрсын. Серке ойын алаңның сыртына шыққан жоқ. Егер сыртына шыққан кезде ортада жекпе-жек сайысы болушы еді. Ресейлік палуандардың әрі қарай шабуылы жалғасуда. Дәл қазір 4-ші нөмірдегі Азамат Бақытовтың тақымында Серке, бірақ Азамат мәреге жақындай алмай жатыр. Тас қамалдай қорғанысы мажарстандықтардың. Азаматтан дәл қазір Серкені алып алуға да мүмкіндік бар. Бірақ осындай кезде тақымға басу жетіспейді. Тақымға басқан кезде палуан өте сенімді болады. Міне осылай тақымға басу болу керек. 10-ші нөмірдегі дәл қазір Лұқпан Оқашев шабуылға көшті, және бұл шабуылы қалай болар екен? Қалың доданы қақ жарып шығалама. Көрейік. Сонымен доданы айналып өтуге бел буған екен. Серкені қайтадан тақымға басып шабуылда басынан бастайын деді ғой деймін Лұқпан Оқашев. Лұқпан өте жас шабандоздардың бірі, небәрі 23 жасар палуан. Міне қазір Лұқпан Оқашев Серкені тақымнан шығарып, оң қолдың күшімен сүйреп мәреге қарай жақындаған сәті, және бұл салым, құрметті көрермен. Өте тамаша, әдемі салым. Мұндай кезде негізі тәжірибелі спортшылар өте сауатты қорғануға тиісті, бірақ мажарстандықтардың қорғануға мүмкіндіктер болмады. Лұқпан Оқашев екінші салым салып отырды. Осылайша есеп 7-0. 7 салым салып үлгерді. Қалғаны 3 минутқа таяу ғана уақыт бар. Бәсекенің әрі қарай өрбуіне осы 3 минутта Мажарстан құрамасының көкпаршылары тым болмағанда бір салымды салып үлгере алар ма екен? Олар ене белгісіз. Бұл ойын, бұл бәсеке кез келген уақытта өзгеріп кетуі мүмкін, бірақ бір анығы бұл ойынның жеңімпазы Ресей Федерациясы. Да, конечно. 3 минутта 7 салымды қуып жету дейтін ол
ешкімнің де қолынан Ну, хотя бы один алпамыс гол. қайта тіріліп келсе де болмайтын сияқты. Хотя бы один гол престижа нужно забить венграм, потому что, да, получили они хороший мастер-класс от своих соперников из России. Видно, что класс россиян на порядок выше, чем у Венгрии. Но, тем не менее, не опускают руки венгерские кокпаристы. Видим мы, как сложнее и сложнее с каждым разом становится россиянам забить гол, потому что выставляют они самый настоящий автобус, как говорят в футболе, перед воротами. И тоже пытаются они... Понимают они, что счет... Даже в этот раз они, вы видите, как кокпаристы Венгрии первыми сумели успеть в малый круг. И пытаются сейчас они перехватить тушу козла у россиян. Но снова, если не ошибаюсь, снова... А, нет, смотрите, все-таки сумели венгры получить долгожданную... Нет, снова уже российские кокпаристы, а именно Еркайрат Самашев. Ну и... Бірақ дәл қазір Серкені екінші нөмірдегі Да, отобрали Истван все-таки Фаваго венгры. өзінің тақымына басып алды. Бірақ әріптесіне Серкені ұзатуға мейлінше тырыспағуда. Чемез Фаркаш Серкені тақымға басты. Чемез Фаркаш кеше ғана аударыспақтан өткен халықаралық жарыста бақ сынаған болатын, бірақ жолы болған жоқ. Дәл осы бәсекеде ойынның 39-шы минут өтіп жатыр. Ең соңғы минуттардың бірі. Сонымен Чемез Фаркаштың тақымында Серке жердегі түсіріп алмаса болған, әйтеуір мәреге жетсе тастау керек. Ай, әттеген-ай. Әдемілеп алып келіп еді. Ресейлік балуандарда бұған жағдай жасаған болса керекті. Ал міне тіпті көмектесіп Чемез Фаркашқа алып бергізді келе ме екен қалай өзі. Сонымен әзірге Ресей палуаны 11-ші нөмірдегі Ерқайрат Самашевтың тақымында Серке. Бірақ Чемез Фаркаш ол Серкені тартып алып есепті қысқартты деп айта алмаймыз, бірақ бір салым салып үлгерді. На самом деле, я бы хотел бы добавить, Хайрхан, что именно здесь вот заключается благородство этой игры. Видели мы, что россияне могли еще больше сделать счет, но они вот такой вот настоящий мужской жест в сторону своих соперников сделали. Ну и здесь венгры, конечно же, старались они в течение всей игры, и то, что сейчас забили они гол престижа, это уже по-своему хороший знак первого соревновательного дня. Хотел бы добавить вам, уважаемые телезрители, что помимо России и Венгрии сегодня играют сборная Казахстана, хозяева чемпионата мира по кокпару, против Афганистана. Ну и одно из самых тоже ярких, острых противостояний между Кыргызстаном и Монголией. Также ждет нас все это в эфире нашего телеканала. Поэтому далеко не уходите, следите за эфиром телеканала Казспорт. Сегодня нас ждет жаркий вечер. Расменде, Аян, дәл жаңағыдай ресейлік палуандардың қарсыластарына деген құрметін, сыйын бізде қазақта жақсы сөз бар. Болар баланың бетін қақпа белін бұл дейді. Сондықтан меселін қайтарғысы келмеді. Келесі жолда дәл осындай байрақты бәсекелерде қатысуын қалаған шығар. Сондықтан бір салым салуға мүмкіндік берді. Уақыт аяқталды және төрешінің ысқырығы да естілді. Демек, осылайша бұл бәсеке аяқталды. 7-1 есеп қорытындысы Ресей Федерациясының көкпар командасы өте тартысты өнер көрсеткенін көрдік. Жалпы, құрметті көрермендер, Ресей Федерациясын біз айттық қой, бұл өңірде біздің ұлттық спортымыз, қазақтың қанына біткен қастерлі ойындарымыз, ұлттық ойындарымыз, мұндағы қандастарымыздың жадынан өшпеген. Сондай-ақ Макаров Александр сияқты салымды болған, Мугучин Амат сияқты, сондай-ақ Самоев Сумер, Ирбис Яманов сияқты басқа ұлттың өкілдеріне де дарытып үлгеріпті. Есеп 7-1 Ресей құрамасының көкпаршылары осылайша Мажарстанда алғашқы ойындарда жеңіп отыр. Бұл топтан шықты деген сөз емес. Әрбір топта 6 командадан бар. 6 команда бір-бірімен ойын өрнегін көрсетіп шығатын болады. Сондықтан Ресейдің алғашқы толағай табысымен біз
Астанамыздың қонақтарын, Қазақстанның қонақтарын шын жүректен құттықтаймыз. Мажарстанның әлем чемпионатына көкпардан қатысуының өзі бір үлкен жеңіс десек шатаспаймыз. Өйткені бүкіл әлемдік көшпенділер ойындар бар алда, Азия чемпионаттары, Еуропа чемпионаттары бәлкім болып қалар көкпардан, әлем чемпионаты амандық болса міне басталды. Бұдан кейін де жыл сайын тым болмағанда 2 жылда бір рет болсын жалғасын табады деген ойымыз бар. Сондықтан да бұл үлкен қайбір командаға болсын тәжірибе. Сондай-ақ құрметті көрермен, біз атап өтуіміз керек, дәл осы чемпионат барысында Америка құрама штаттарының да көкпаршылары ойын өрнегін көрсетеді. Түркияның, Ауғанстанның командаларында айтуға болады. Сонымен біз құрметті көрермен өздеріңізбен қоштаспаймыз. Әлем чемпионаты енді басталды. Сондықтан 28 тамызға дейін өздеріңізбен бірге боламыз. Сәлден кейін Казспорттың эфирінде қайта қауышқанша ағайын.